Ибрахим алейхиссаламнан ақыр аяғында екі ұл туады. Қартайған уақытында Ибрахим алейхиссаламда уақиғасы керемет. Бірі Исмаил, бірі Исхақ. Екі ұл туады Ибрахим алейхиссаламнан. Ибрахим алейхиссаламның жаңағы ұлы Исмаилдан араб тарайды. Араб халқы Ибрахим алейхиссаламның баласы Исмаилдан тарайды. Мына еврей халық, бұл жаңағы бізде не деп айтады еврейлерді? Яһудилер дей ме? Яһудилер бұлар Ибрахим алейхиссаламның ұлы Исмаилдан тарайды, Исхақтан тарайды. Исмаилдан араб тараса, Исхақтан яһудтар тарайды. Содан Исхақ алейхиссаламның баласы Яқуб болады. Яқуб алейхиссаламның ұлы Юсуф алейхиссалам болады. Бани Исраилға Алланың түскен рахметі соншалықты, бұларда әрбір жаңағы, не деп айтамыз, поколение, ұрпақта пайғамбар келіп отырады. Тіпті кейбір уақыттарда пайғамбарлар бір-бірімен замандас болып өмір сүреді. Кейбір уақыттарда бір жанұяда, әрбір жанұяда пайғамбарлар болады. Ғажап. Бани Исраилға Алланың төккен рахметі өте Құранда толып тұр. Үзкуру ниъмати аллати ан'амту алейкум. Ей Бани Исраил, сендер Алланың нығметін еске алыңдар. Сендердің үстіңе төккен Алланың нығметі қандай болып өтті деп Алла Subhanahu көп жерде Бани Исраилға өзінің нығметін ескертеді. Бани Исраил өзі Ибрахим алейхиссаламның екі ұлының бірі Исхақтан тарайды екен. Осы Исхақтан Бани Исраил тараса, Исмаилдан арабтар тарайды. Исхақтың баласы Яқуб болады. Яқуб та пайғамбар. Яқуб бұл 12 ұлдың атасы. Ол 12 ұлдың бірі Юсуф алейхиссалам пайғамбар. Қазір оны Муса алейхиссаламға келеміз.